Қайырлы күн, бүгінгі сабақ аралас сан. Аралас сан дегеніміз бүтін бөліктен және бөлшек бөліктен тұратын сан. Яғни аралас сан кәдімгі бөлшек, дұрыс бөлшек, мәселен. Оған қосымша тағы бүтін бөлігінен тұратын санды біз аралас сан дейміз. Бүтін араласып тұрғандықтан бұл жерде аралас сан деп аталады. Мәселен, сіз бір алма алдыңыз. Бір алмаға тағы да 5-тен 2 бөлік алма жедіңіз. Бір алманы алдыңыз, жедіңіз, бір бүтін алманы, сөйттіңіз де, екінші алманы барып 5 бөлікке бөлдіңіз. 5 бөлікке бөліп, 2 бөлігін ғана жеп, сіз уже қанағаттанып қалдыңыз. Болды, қалған 3 бөлігі қалды. Демек, сіз бір бүтін алма жедіңіз, және 5-тен 2 бөлік алма жедіңіз. Сонда бізде бір бүтін 5-тен 2 алма жедіңіз. Яғни, бүтін бөлік пен бөлшек бөлікті қосқанда арасындағы қосу амалсыз жазамыз. Бір қосу 5-тен 2-ні біз бір бүтін 5-тен 2 де автоматты түрде жазамыз. Біз білеміз, демек, бүтін мен бөлшек бөліктің арасында қосу амалы бар екен білуіміз керек. Ол бізге көрінбейді, оны алып тастап барып жазамыз. Мұндағы бір бүтіні бізде ол бүтін бөлігін береді, ал 5-тен 2 ол бізде бөлшек бөлігі. Оқылуы 1 бүтін 5-тен 2. Мәселен, 5 қосу 9-дан 8. Бүтін мен бөлшекті қосып жатырмыз, ортада қосу амалын жоққа есептейміз, яғни ол көрінбейтін болады. Сонда 5 бүтін 9-дан 8 болады. Келесі, осы бұрыс бөлшекті осы аралас санға қалай айналдырамыз? Оны айналдыру үшін, мәселен, бізде осындай бұрыс бөлшек берілді. 5-тен 7 алымы үлкен, Бұны біз аралас санға айналдыру үшін ортадағы сызық, бөлшек сызығы бізде бөлу амалын береді емес пе? Демек, бұл деген сөз 7 бөлу 5 деген сөз ғой. Осыны осылай бөлшек түрінде жаздық, Енді осыны біз бөлеміз. Мына жерге сразу мен бөлімін сол күйінше жазып қоям, себебі бөлімі ешқашан өзгермейді, қабір қалыпта тұрады. Алымын бөліміне бөлем. 7-дің ішінде 5 неше рет кездеседі? Әрине 1 рет кездеседі. Демек 1-ден беремін. 5, 7-тен 5-ті азайтсам 2. Бұл 2 бізде не? Бізде қалдық 2. Осы қалдықты мұндағы алымына жазам. Қалдықты алымына жазамыз. Ал мұна нешеден бердіңіз? Мұндағы санды біз мұнда бүтін бөлікке жазамыз. Сонда 1 бүтін 5-тен 2 шықты. Мәселен, кез келген бір сандалайын, 3-тен 61 деген сандалайын. 3-тен 61. Осыны қалай мен аралас санға айналдырамын? Бөлімі өзгерсіз қалады, жазып қоям. 61-ді 3-ке баған түрінде бөлемін. Бұл 61 бөлу 3 деген сөз, Алттан қайтарамын, 2-ден беремін, 6, 1-ден түсірем, мұнда 0 болды ғой себебі. 1-ді түсірем, жетпейді, 0-ден берем, 0, азайтамын, 1. Қалдық, қанша қалдық қалды? 1 қалдық қалды. Осы қалдықты алымына жазамын, ал мұна нешеден бердім, осыны мен бүтін бөлігіне жазам. Демек, 20 бүтін 3-тен 1 болады. 20 бүтін 3-тен 1. Келесі сіздерге көрсететін бұл аралас санды қалай бұрыс бөлшекке айналдырамын. Аралас санды бұрыс бөлшекке айналдыру үшін, мәселен, сізде 2 бүтін 4-тен 3 деген сан болсын, Осы аралас санды бұрыс бөлшекке айналдыру керек. Ол үшін бөлімін тағы да өзгерісі жазамын, ал алымына 2-ні көбейтемін 4-ке. Демек, алымына мен жазу үшін бүтін бөлігін бөліміндегі санға көбейтемін де, алымындағы санды қосамын. Сонда менде 4 өзгеріссіз қалады, 8, 8-ге 3-ті қоссам 11, 4-тен 11 шығады. Мәселен, 12 бүтін 3-тен 1 деген сандалайын. Тағы да бөлімін өзгерісі жазам, алымына 12, бөліміндегі санды, яғни бүтін мен бөліміндегі санды көбейтемін.
Ал алымында тұрған санды жай ғана қоса саламын да нәтижесін алымына жазамын. Демек, 36, 36-ға 1-ді қоссам 37. Әрдайым бізде аралас санды бұрыс бөлшекті аралас санға айналдырғанда ешқашанда бөлімі өзгермейді.